Нұржамал Оралбаева, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының құрметті академигі. Нұржамал апай жалпы қазақ қыздарының тамаша үлгілерін бойына жинақтаған, ұлтымыздың керемет тәрбиесін алған адам. Сондықтан да бүгінде төрде отырған кезінде қарасаңыздар да, Нұржамал апамыздың өң жүзінде қазақтың аналардың анасы сипаты көрінеді. Өйткені тілге қызмет ету, ұлтқа қызмет ету. Нұржамал апай өзінің бүкіл саналы ғұмырын, педагогикалық ғұмырын осы қазақ тіліне қызмет етуменен айналысты. Қазақ тілінің сыр сипаты, қазақ тілінің көркем әдебиеттегі орны, қазақ тілінің қазақ рухын қалыптастырудағы мәселесі апайдың бүкіл зерттеулерінің тіні болып табылады. Бұлақ көрсең көзін аш дегенде жүздеген шәкірт тәрбиелеп, олардың ғылыми жолға түсуіне мұрындық болған Нұржамал Оралбаева 15 маманның ғылым докторы, 55 адамның ғылым кандидаты болуына жетекшілік етті. Тіл біліміне байланысты 200-ден аса ғылыми монографияларды, оқулықтар, оқу құралдары, пән бағдарламалары, мақалалары еліміздің ірі баспаларында басылып шыққан. Қазақ грамматикасы аталатын 4 бөлімнен тұратын 100 баспа табақ еңбектің ең көлемді сөз жасам бөлімін басқарып, ғылымдағы жаңалық сөз жасам мәселесінің теориясын жазып шықты. 20 адамда біз қорғап шықтық сол кісіміз. Біреулеріміз доктор болдық, біреулеріміз кандидат болдық, қазір бәріміз доктормыз. Енді бір нәрсе айтайын. Бұл кісі қалам үшін жақсы жұмсады. Мына жұмысымызды қараған кезде бұл кісі жай ғана былай қарай салмайды. Көйін бәрімен не салмай қояйын, бұл кісі нақты түрде өзіне тоқтай. Қағазды қарағанда битпей салмайды. Мынауың жарайды, мынауың жарамайды, мынау басынан келу керек, мынау аяғына келу керек. Кәдімгідей кеңес береді. Ғылыми кеңесті жазбаша түрде жазып бермейді бізге. Өзіміздің жазғанымыздың соның ретін, жобасын, қалай екенін барлығын көрсетіп отыр. Ол жалғыз мен емес, бүкіл осы өзінің неше адам қорғады деп отыр, 55 адам қорғады деп отыр, 15 доктор қорғады деп отыр. Міне солардың барлығына да осында кеңес беріп шықты. Біз Нұржамал Оралбаева апайға өте ризашылығымызды білдіреміз. Ол кісіні өте жақсы көреміз. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуге арналған қомақты еңбегі 2007 жылы жарық көрген 28 баспа табақтан тұратын қазақ тілі оқулығы пәнінің мемлекеттік стандартына сай әдістеменің соңғы жетістіктеріне негізделіп жазылған. Апайдың бір тамаша қасиеті, бұл кісі біздің қазақ ұлты білімді ұлт болсын деп, интеллектуалды ұлт болсын деп, мен орыс тілінің маманы болсам да, мені қолдап, мені жұрттың алдына ұстап, осы қос тілді маманды дайындау деп. Орыс тілін үйретіп атсақ та, негізгі тіліміз қазақ тілі болсын деп, со жағын біз дамыттық. Осы апайдың со кездегі көрегендігінің арқасында қазір мен осы көп тілді тұлғаны дамытуға атсалысып жүрмін. Және үш тілдіктің қазақ тілі негізгі тіл болсын. Сосын 10 жасқа, 11 жасқа келгенде орыс тілін оқытсақ, содан кейін барып ағылшын тілін оқытсақ деп тілеймін. Қазір біздің министрліктер басқаша шешіп жатыр, бірақ кейде мамандардан ақылдасуы аз болады. Біздің апай сол дұрыс жолын, ғылыми жолын баяғыда қалып кеткен. Қызмет, отбасы, балашаға қарау, ғылыми ізденістер дегендей, бастар сыйса бермейтін дүниелерді үйлестіріп қатар алып жүрген Нұржамал Оралбаеваны нағыз ержүрек батыр десек те болады. Ол ғылыми жұмыстарға терең шұғылданып, қазақ тілінің мәртебесін өсіріп, қоғамға зор үлесін қосып отырғанмен қатар, жанұясында үлгілі ана, жұбайы Сыздық екеуі жұптарын жазбай бірге ғұмыр кешіп келеді. 85-ке келген әже атанғанына қарамастан, үйде қол қусырып бос отырмай іс тігумен шұғылданады. Міне қандай ғажайып. Қосағымен қосағар 85 жасқа келіп отқан біздің апамыз, ұстазымыз, ғылыми жетекшіміз, өзі тек қана ғылымда ғана маман, ұста емес, ісмер. Бұл кісінің істіккенін біз жастайымыздан көрдік. Мен апайды 1961 жылдан Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына шәкірт болып түскен уақыттан берем. Содан бері ұстаз шәкірт деген желісіміз үзілген жоқ.
қашанда болса өмірден сөйлесін, далада болсын, апайдың үстінен әдемі қонымды жарасымды киімдерді көретінбіз. Соның бәрі апайдың өз қолынан шыққан болатын. Бірақ оны біз ол кезде білмедік. Мына өзінің Асқар баласына Бурда модасы журналыменен, үлгісіменен сәнді пальтосын тігіп берген кезде сонда біз таң қалдық. Міне, тек қана ғылымда ғана іскер емес, ғылымда ғана шебер емес. Бүкіл қолына не алса, соның бәрі жанып тұратын. Қолына не алса, соның бәрі аяқталып, жауапкершілікпен істеуді бұл кісі бізге де үйретті. Осы уақыттың ішінде мен апайға студент шәкірт болдым, аспирант шәкірт болдым, докторант шәкірт болдым. Бірінші кандидаттық ашылған кеңесте, ғылыми кеңесте кандидаттық диссертация қорғадым. Грамматикалық құрылыстан бірінші апайдың докторлық диссертациясын қорғаған мен болдым. Апайға бүгін күнде бәріміз де ризамыз. Нұржамал Оралбай қызының жұбайы сыздықта ғылыммен шұғылданған белгілі ғалым. Екеуінің бауырынан шыққан үш ұлы да жоғары білімді ғылыммен шұғылданғандары да бар. Жалпы бұл жанұяны академиктер жанұясы деп атайды. Мен апамда 6 немере және 2 шөбересі бар. Мен солардың арасындағы ең сүйкімді және сүйікті немересімін. Мен апамның туған күнімен құттықтағым келеді және ұзақ өмір тілеймін. Ұзақ жасаңыз. Қазақта қосағың мен қосағар деп бата береді жаңа үйленген жастарға. Сол бата қабыл болғандай бүгінде Нұржамал ханым мен Сыздық қарт бірге қартайып келеді. Сыздық қарт 87-ге келсе, жұбайы Нұржамал 85-те. Екеуі бала, шаға, немере шөберлерінің қызығын көріп отырған бақытты жұп. 1949 жылы институт бітірдік. Аспирантураға түскен қыздардың ішінен сол қарап жүріп қайсы бір семьяға жолдас болады. Содан осы Нұржамалға көз түсті. Мен аспирантура бітіргеннен кейін қыздар үйісіне мұғалім болған. Нұржамал Каспийде пединститутта мұғалім болған. Содан мені баламыздың үлкені ғылым жолына түсті. Кандидаттық диссертация қорғады, докторский қорғады. Каспийде мұғалім болып істедік. Қайтыс болғанға дейін. Қазақта жақсы кәрілікті аңсайды. Кәріліктің де өзінің уақыты бар, өз қызығы бар. Жолдасыңмен бірге аға деп жатады ғой. Сондықтан өте сыйластықпен өмір сүрдік. Ғылымда пайда болған жаңа идеяның одан ары жетілуіне, дамуына үлес қосатын ғалымның ізбасар шәкірттері бар. Нұржамал Оралбай қазақ тіл білімінің өркендеуіне, дамуына сүбелі үлес қосқан ғалым. Тіл теориясы мен әдістемесі бойынша бүгінде 20-ға жуық ғылым докторларын, 60-тай ғылым кандидаттарын дайындаған. Өзінің мектебін қалыптастырған ұлағатты ғалым ұстаз. Нұржамал Оралбайдың белгілі шәкірттерінің ішінде Қондыбаева, Қасабекова, Әбдіғалиева, Әбдікәрім, Оразбаева, Шаханова тағы басқа есімдерді атауға болады. Мен енді Нұржамал Оралбай қызыменен 1993 жылы кездестім. Ол кезде мен екінші мамандық бойынша білім алуға, қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша екінші білім алу үшін осы Абай атындағы ол кезде Алматы мемлекеттік университеті болған, сол кезде таныстым. Бұрын апайдың еңбектері туралы білетінмін. Сол кезде Нұржамал Оралбай мені өзіне докторлық жұмысқа кеңесшілік жасаймын деп шақырды. Содан бері міне 20 жылдан бері апаймен біргемін. Шәкіртсіз ұстаз тұл, ұстаздан шәкірт озар деген мақал тегін айтылмаса керек. Жүздеген ғалымдарды дайындаған Нұржамал Оралбай қызын бүгінде шәкірттері алақанға салып сыйлайды. Оның 85 жылдық мерейтойына орай ғылыми конференцияның өтуіне мұрындық болған шәкірттерін ұйымдастырып жүрген педагогика ғылымының докторы Розалинда Шаханованың еңбегі зор. Апайдың енді қазақ тіл білімі ғылымына жасаған еңбегі өте зор. Нөлдік морфема, сөз жасау мәселелері,
тағы да басқа қазақ тіліне байланысты үлкен күрделі мәселелерге апай шын байыппен барып, өте зор қазақ тілі біліміне үлес қосты деп санаймын. Және де міне біз биыл магистратура және PhD докторантура институтында, ол институтты біздің университетіміздің ректоры Серік Жаляұлы Пралиев бірінші Қазақстан бойынша бөлік ұйымдастырып, сондай біздің оның ішінде филология мамандықтар кафедрасын ашып, сол филология мамандықтар кафедрасында біздің Нұржамал апай осы жасқа келсе де керемет еңбек сіңіруде. Өйткені жас магистранттар мен докторанттарға ғылыми жетекшілік жасайды. Және де Нұржамал апай менен осы 20 жыл ішінде осындай керемет менің ұстаз ғалым, менің Нұржамал апайдай ұстаз ғалым керемет менің жетекшім болуына мен өте бақыттымын деп санаймын. Нұржамал апайды өзімнің екінші анамдай болып есептеймін. Қазір Нұржамал апайдың 85 жылдығы бүкіл республика бойынша өтіп жатыр. Қаншама кеше біздің өткізген конференциямызға 20 жоғары оқу орнынан Нұржамал апайдың шәкірттері, Нұржамал апайдың ғалымдық, ұстаздық қызметін сыйлайтын ғалымдар келді. Филология ғылымдарының докторы профессор Нұржамал Оралбайқызының ғылымға сіңірген еңбегі өз алдына қалыптастырған өнегелі мектебінен қазіргі буын ғана емес, келешек ұрпақта ғибрат алары сөзсіз. Бар өмірін қазақ тілінің грамматика, сөз жасам, қазақ тілін оқыту әдістемесі салаларын зерттеуге арнаған қазақтың біртуар қызы мерейлі 85 жасқа толып отыр. Менің бала жастан мақсатым, тілегім, бар ойым оқу болды. Оқуым керек. Қайда кім болу дегенде жұмысым жоқ, тек қана оқуым керек. Шешем марқұм менің оқығаныма қарсы еді. Өйткені үлкен қызы Павлодарда педучилищеде оқып жүргенде қайтыс болған. Сондықтан оқудан өліп қалады деп қорқатын. Бірақ менің бар ынтам, бар ойым тек қана оқу. Сондықтан да соғыстың ақырғы жылы, 45-ші жылы Алматыға оқуға келдім. Ол кезде тура жүретін пойыз жоқ. Павлодарда. Анау бүкіл Новосибирскіні аралап, әзер дегенде 7 сөткеде Алматыға жеттім ғой. Келсем барлық жерде оқу басталып кетті. Кеш қалыпты. Сосын бір қыздар айтты, тек қана JMP-де қабылдайды. Олар жаңа ашылып жатыр, қазір студенттерді қабылдап жатыр деді. Сосын мен JMP-ге барып түстім. Мен не бар 8-ші класс кәне бітірген едім. Еңбек түбі жеңбек, білім инемен құдық қазғандай дегендей, ерінбей ізденудің арқасында білімнің биік шыңына шыққан ғұлама ғалымның өмірі өзгелерге өнеге. Нұржамал Оралбайқызы күндіз студенттерге сабақ берсе, түнде кітап жазып, аз ғана көз шырымын алады. Міне соның арқасында ғылымда өзіндік қолтаңбасы мен қалыптастырған мектебі бар. Ол өзін тәрбиелеген ұстаздарын әркез аузынан тастаған емес. Мен өзімнің ғылыми жолды таңдауыма Сәрсен Аманжоловқа профессорге қарыздармын деп ойлаймын. Менің ғылыми жұмыспен айналысуыма мен жолдасым еш уақытта кедергі жасаған емес. Ал енді бірақ
уақытты ол маған жасап бере алмайды ғой. Уақытты мен түнгі уақытты пайдаландым. Өйткені күндіз университетте сабақ берем. Сосын келгеннен кейін түнде ғылыми жұмыспен айналысып. Кейде мен 3-ке дейін, 4-ке дейін отырып қалатын едім. Бірақ таңертең сабақтан қалмай баратынмын. Енді өмір жолым сондай оңай болды деп айта алмаймын. Қиындықтар болды, бірақ қиындыққа шыдай білу керек. Қиындықтан шығудың жолын таба білу керек. Мен сол қиындықтарды жеңдім. Еліміз егемендік алып, ана тіліміз мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған соң, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету мәселелері күн тәртібінде тұрды. Іргетасы қаланбаған жерге үй салуға болмайтын секілді, аталған мәселелерді ең алдымен негізі жасалынуы тиіс еді. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрететін маман мұғалімдер дайындау, оның оқу бағдарламасын әзірлеу, яғни мамандықтың нормативтік базасын қалыптастыру, сонымен бірге қазақ тілін оқыту әдістемесінен ғылыми теориялық негіздемесін жасау мәселесі аталған мәселеде Нұржамал Оралбайдың бірнеше оқулықтары, оқу құралдары, бағдарламалары, жас маманға бағыт-бағдар беретін ғылыми мақалалары, әдістемелік нұсқаулары жарық көрді. 1947 жылы біздер елден соғыстан кейін осы Қара шаңырақ білім ордасына оқуға түстік. Сол кезде радиодан да, баспорынан да 2,5 миллион қазақ бар дейтін. Міне құдай сол қазір үлкен қуанышқа жетіп, қуанып отырмыз, 11 миллион қазақ болдық. 48 жылы бізде салыстырмалы грамматикадан бір оқытушы келіп сабақ береді деді. 45 студент отырмыз, басымызға ең басты институттың 45 студенттің староста Серік Ербай отыр, біздер отырмыз. Талдырмаш бойлы, ұзын шашты, жас қыз деп сабақ берді. Сондағы осы Нұржамал еді. Кейін ғылым академиясына барған уақытта 30 жыл бірге қызмет істедік. Бірге жүрдік. Әрі шәкірт, әрі ұста, әрі біздер әріптес, қаламдас болып, сыйласып, құрдастай болып кеттік. Әрбір қазақтың баласы мен қызы өзінің еңбек арқылы сол қиыншылық жағдайдан бері қарай көптеген табыстарға жетті. Соның бірі Нұржамал болды. Нұржамал өзінің еңбекқорлығының арқасында, өзінің зор табылының арқасында ірі табыстарға жетті. Республикамызда көрнекті ғалым болды, белгілі ғалым болды, бірнеше атақ дәрежеге ие болды. Профессор Нұржамал Оралбайқызы қазақ тілінің морфология саласын зерттеуде ірі ғылыми табыстарға жетіп, морфология теориясын ғылыми жаңалықтармен жаңғыртқаны баршамызға белгілі. Бір кездері ғылымда сөздің аналитикалық формасы индо-еуропа тілдеріне қатысты саналып, түркі туыстас тілдерге қатысы жоқ деген теория орын алып келгенде болатын. Осындай жағдайда Нұржамал Оралбайқызы қазақ тілінде сөздің аналитикалық формасы барын дәлелдеп, қазақ тіл біліміне үлкен жаңалық енгізген еді. Үлкен конференция өтіп жатыр, ол кісінің ғылыми жолына қатысты. Мен Нұржамал апайды осы Каспийде қазақ тілі кафедрасын меңгеріп жүрген кезінен, одан кейін Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында грамматика бөлімін меңгеріп жүрген кезінен жақсы білем. Өте көп шәкірттер дайындады. Соның үстіне менің өте бір риза болатыным, мынау әкем Құдайберген Жұбановтың ғылыми жол туралы біраз шәкірттер дайындады. Ол кісі туралы сондай жақсы тың пікірлер айтты. Ол кісінің шынында да қазақ тіл білімінің теориялық негізін қалаушы екендігін, өзінің ғылым жолындағы өмірін ең айқын көрсетіп, айтып, соншама шәкірттер тәрбиелегеніне Нұржамал
Оралбаева апайымызға сондай ризамын, көп рахмет айтамын. Ол кісіге денсаулық тілеймін. Мына өтіп жатқан ғылыми конференцияның маңызы зор, жастарды тәрбиелеуге. Нұржамал апайға тек қана денсаулық тілеймін. Кезінде ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлы өнер алды қызыл тіл деп бағалаған сөз өнерінің бүгінгі күні де патшалық құрып, қоғамдық қатынастардың барлық жағын қамтып отырғаны мәлім. Олай дейтініміз әлемдік қоғамдық экономикалық қарым-қатынастың нығаюы, дамуы сөздің құдіреті арқылы шешіліп, кез келген маман иесіне қойылып отырған заманауи талап мәдениетті сөйлеуді игеру болып отыр. Бұдан шығатын қорытынды филологиялық білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдық капиталы мен инновациялық әлеуеті қалыптасады. Қазақ халқы тұрғанда, Қазақстан мемлекеті тұрғанда, қазақ тілінің келешегі міндетті түрде болады. Ол туралы ешбір адамда күмән тумау керек. Өйткені бұл біздің ана тіл деген біздің табиғатымыз, ана тіл деген біздің тарихымыз, қазақтың болмысы ана тілімен байланысты. Сондықтан да оның келешегі болмайды деп кім ойлайды? Ол қатер, үлкен қатер. Олай болу еш уақытта мүмкін емес. Қазақ халқы тұрғанда, қазақ мемлекеті тұрғанда, оның тілі жойылуы мүмкін емес. Менің бұл үш ұйықтасам түсіме кірмейді. Елінің елдігін жоқтайтын, халқының келешегін ойлайтын тұлғаның басты қағидаты, шәкәрім айтар болсақ, серт бергем, еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін деген мақсатқа бағытталатыны белгілі. Бұл өлең жолдары қазақ ғылым жолында өзінің бар ғұмырын, қажыр қайратын, дарын талантын, еңбегін арнаған бүгінгі мерейтой иесі, көрнекті ғалым, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор Нұржамал Оралбай қызына арналғандай. Қазақ қыздарының ішінен қазақ тіл біліміндегі биікті бағындырып, үлкен асулардан өткен Нұржамал Оралбай жайлы айтылар ақ тілектер таусылмайды. Өмірде қарапайым, атақ пен шенді мақсұт етпеген, еңбекқор тұлғаның салған сара жолын жалғастырушы шәкірттері бүгінгі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде ел игілігі үшін, келешек үшін қызмет етуде.